Келесі 776 есептің біріншісін шығарайық. 8-ден 1 қосылған 4-ден 1 тең 8-ден 3-ке. 8-ден 1,6 көбейтілген 5-ке. Тең 8-ден 1 қосылған 4-ден 1 көбейтілген 8. Бізде жақшаның ішінде орналасады. Тең 8-ден 3 көбейтілген 1,6 көбейтілген 5. Енді ортақ бөлім береміз. 2 санынан сонда бөлшектің бөлімі 8-ге тең болады, алымы 3-ге тең болады. Көбейтілген 8 тең 8-ден 3 көбейтілген 8-ге. Қысқарып кетеді 8 сандары, нәтижесі тең болады екен 3-ке. Келесі екіншісін шығарайық. 6-тан 5 азайтылған 3-тен 2 тең 6-тан 1-ге. 6 тең 2,4 қосылған 3,6. 6-тан 5 азайтылған 3-тен 2 көбейтілген 6 санына тең дейміз. 6-тан 1 көбейтілген 2,4 қосылған 3,6. Сонда көбейтсек, қосатын болсақ, ортақ бөлім береміз. 2 санынан болады, 4 азайтсақ 1 болады, бөлшектің бөлімінде 6 болады, көбейтілген 6 тең 6-тан 1 көбейтілген 6 болады. 6 сандары қысқарып кетеді де, нәтижесі 1 тең болады екен 1-ге. Келесі үшіншісін шығарайық. 4-тен 3 азайтылған 3-тен 1 тең 12-ден 5. 12 тең 5-тен 4 көбейтілген 15. Енді мүшелеп көбейтейік. 4-тен 3 азайтылған 3-тен 1 көбейтілген 12 санына. Тең 12-ден 5 көбейтілген 5-тен 4 көбейтілген 15. Қысқартамыз 4 санына 3 болады, қысқарт жіберейік, сонымен 5 болады екен. Ортақ бөлім береміз. 12 санынан 3, 4. Сонда бөлшектің бөлімінде 12 болады, 9 азайтылған 4, ол бізде 5-ке тең болады. Көбейтілген 12 тең. Ал теңдіктің оң жағы да бізде тең болды 5-ке. 12 мен 12 қысқарып кетеді, 5 тең болады екен 5-ке. Келесі төртіншісін шығарайық. 3-тен 1 қосылған 2-ден 1 тең 6-тан 5. 6 тең 1,12 көбейтілген 5. Мүшелеп көбейтейік. 3-тен 1 қосылған 2-ден 1 көбейтілген 6. Келесі 6-тан 5 көбейтілген 1,12 көбейтілген 5. Нәтижесі екеуін көбейтетін болсақ 6-ға тең болады. Қысқарып кетеді де 5-тің өзі ғана қалады. Ортақ бөлім 6 санынан беретін болсақ 2, 3. Бөлшектің бөлімі 6-ға тең болады. 2 5-ке тең болады. 5 көбейтілген 6 тең болады. Теңдігіміз 5-ке. Сонда 6 мен 6 қысқарып кететін болса 5 тең болады 5-ке.